Енді ортаға мынау Қазақстан айтыс ақындар мен жыр термешілер одағының атқарушы директорлары деген бар. Біреу Астанада, Еркебұлан Қайназаров, бұл Түркістанның баласы кешегі. Осы Сәбиттің шәкірттерінің бір алғашқы. Және Шоғайып Сезімхан Алматыдағы атқарушы директорымыз. Бұл менің балам. Ал енді қайсысы мықты екен көріңіздер. Ой, ақынға құшағыңдаш алып далам, келді алдыңа әніне салып балаң. Оңтүстік топырағыңда тумасам да туған жердей сыйладың шабыт маған. Себебі Түркістанда білім алып өмірде өз жолымды анықтағам. Осында алғаш қатысып аламанға айтыстың ана тілін қарыптағам. Беделді бек арысың шәкірт қылып, жорыққа жол сілтеуден жалықпаған. Тіпті анау Әселқан апамызда ардөнер айтысыма бағыттаған. Аш құрсақ студенттік кезімде де ештеңеден торығып тарықпағам. Су сұрап кеп сүтпенен айран ішіп, қан сұрап кеп кәдімгі бал ұрттағам. Сондықтан өгейсітпей қиқу беріп, өз ұлыңдай қол соқшы қалықмаған. Ой, сарауыз балапан боп саған келіп, ағиық қыран болдым қалықтаған. Ой, Түркістан мен осылай шынықтырад, төріңде сенде оқып тұныпты бақ. Бұл жақтың баяғыдан салтосындай қонағына қой сойып тынықтырад. Таяқпен келгендерге тай мінгізіп ұлтан болам деп келсең ұлық қылад. Содан бері Шымкенттік адам көрсем, дегім келіп тұрады туыспырад. Ой, жүрегім қазағым деп соққан менен бүйрегім оңтүстікке бұрып тұрады. Әләлім оңтүстікке көктем келді деп, ақындар келді жараған. Шетінен жүрік сәйгөлі қеқкеу, аузына алаш қараған. Ішінен маған жұп болды оу, Қайназаровтай қарадам. Ай, Еркебұлан ай, қалайсың? Мен сені алғаш ай көргенде, көп ақындардың ай бір едің. Астанада дәулет ақынның еқеу домбырасын көтеріп жүредің. Түркістандай түледің, теке деген ауылдың еқеу текес асыған ұл едің. Ой, Қайназаров ай, Еркебұлан, кешегі өткен ай тәшеніп, елім деп туған ай ереді. Астанадан көшіп, қызметке еқеу Шымкентке ағам келеді. Ал Қайназаров керісінше құлқынның қамын жебеді. Шымкенттен кетіп ей менсінбей, Астанаға қоныс тебеді. Себебі бұл өз жұртынан еқеу қайын жұртын артық көреді. Шымкентке келсе соғыммен жүлде алу үшін келеді. Ой, құлай біледі бұл қазір, сылтаудың мұңын төгеді. Мен қазақ ортақ ұлмын деп еқеу ақталып жауап береді. Айдайы, 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 айдайы. Ой, болса егер Еркөштайын дарындами, туласын жаныңда жыр, қаныңда күй. Жездемді тағы біраз желкелейін, долданбай ашуыңды сабырға қи. 2 жыл болды жаһанға жарсап жүрсің, үй салдым керек қой деп мәни. Содан жүкең айтыстан тастамады, тезірек кеңейсін деп тарылған үй. Айтыстың бар жүлдесін саған берді. Айтыстың бар жүлдесін саған берді.
тап жатқан үйіңе деп қабырға құй. Атырауда берді ғой бір жүлдені, сөзіме ку отырған қалың қари. Өзіңнің сөзіңменен сұрайыншы, не болды сен бастаған жарымжан үй? Соншалық шулатардай тұрғыздың ба 88 қабатты Әбу-Даби. Өй, айтыстың барақшасын құйсаңдағы апырай ол бітпейтін нағылған үй. Киелі топыраққа бабам өткен, бісміллә басып келдім қадам еппен. Армысың қазылалы оңтүстігім, наурызың құтты болсын самал өпкен. Бөді. Көрерменнің көбісі, үлкен кісі, тек қана жақсылықты хабар еткен. Армысың ардақтаған ата әжелер, ақ батаңдары бедау маған өткен. Сіздерді көрген кезде қуандым ғой, вирустың қырғынынан аман өткен. Құдай ғұмырларыңызды ұзақ қылсын, бір жасың бақ боп келіп жаңа жеткен. Мәртебең құтты болсын Шымкентім, мемлекеттік маңызды қалақ өткен. Түркістаннан апсыңдар енші болып, қазақтың дәстүрінде бара деппен. Түркістаным облыс болған кезде құрамына ауыл мен дала кеткен. Қаланың иығында құндыз шекпен, даланың иығында қара кетпен. Ассалаумағалейкум мегаполис, ауылсыз ақ күн көріп амал еткен. Шымкентский вариант деген сөзді Түркістанға тастамай ала кеткен. Қызығын ел көрсін деп ей көнетілдің, айтыста қар өлеңді төгетінмін. Үй бітеме бітпеймен менің шаруам, ай шұғайып айдаладан не көкіндің. Мен ешкімнен алғам жоқ жүлде сұрап, не болса да маңдайдан көретінмін. Тапқан малым тәңірдің несібесі, зекетін сендейлерге беретінмін. Енді айтысқа шықпаймын десем дағы, кейде шалдың сөзіне көнетінмін. Мен барсам шұғайыпқа нан жоқ қой деп осы жолы жүкеңе көп өтіндім. Бірақ жүкең желкелеп алып келді деп қызығың дел көретін күн. Сәбит ұстаз ас 60-қа кеп жатқанда осы жолы тағы да кеп отырмын. Сенің де үйімнің де шаруасын бір жола бітірейін деп отырмын. Естігін келсе сөздің ей ал төтесін, жездеңе неге сонша арп етесің? Ей жүлде алсаң біреу саған қой деп жүрме, шұғайып неге маған шаңқ етесің? Айтысқа қоссаң қырып жоямын деп еңіреп бастығыңа ант етесің. Қанатыңды қырандай қомдаған мен соңында қарға құсап қарқ етесің. Топқа салса далақтап айдалаға атыңа мінбей жатып жалп етесің. Ей құлап жатып санайтын жұрттың малын сен де бір еріккен сарт екесің. Теке деген ауылда туғаным рас, шұғайып қылған менен сәл кекесін. Ей сенің енің біз жаққа ұқсамайды, оңтүстіктің танушем әртекесін. Жазықта бір жайратып салсам бекен, Алтайдың таста туған тау текесін. Белдері шықпай жатып бесіктерден,
балдар көп сахнаға бөсіп келген. Ол рас Түркістанда тәй-тәй басып тұсауымды Шымкент кесіп берген. Тәшеніп біздің елде еңбек етсе, тағдырын елдің талай шешіп берген. Ол кісі туған жерге мен барсам, ал Құдай маған осындай несіп берген. Қайын жұртта қалды деп қателеспе, сығалап кірген жоқпын есіктен мен. Ей, мен арқаға барғанда сен жоқ едің, Моңғолияда жүрең ғой кешіккеннен. Қопарылып бер қарай қозғалдыңдар, әпшеңді мен алды деп есіткеннен. Шымкенттік жезден барда өлмейміз деп, сендер ғой маңайыма көшіп келген ай. Шұғайып төкпелесін, термелесін, жездесін жеңемін деп терлемесін. Әй, бұқар құсап толғаймын деген менен болмайды екен, қисыны келмегесін. Теке деген ауылда мен жүргенде сен әлі дүниеге келмегесің. Мен сен алғаш деген көргенде деп қоядау, оны қалай айтады көрмегесін. Сондықтан өп-өтірік жар салмаңыз, абырой керек болса ән салмаңыз. Кімге қалай сілтеуді үйренбесең, қолыңа 8 өрім қамшы алмаңыз. Сен қайта мына маған рахметте, орнымен болу керек әр шаруаңыз. Өлгейден өгіз сасып оралсаң да, мұрнымызды баспай-ақ қарсы алғанбыз ай. Қолтығы сәйгүлікті ей сөгілген кім, көрейік тайға мініп тебінген кім. Ей, айтыстан алғанымды санағанша есебінде беріп қой берілгеннің. Сен алғаш келген кезде оралман боп, мен саған айтарлықтай көңіл бөлдім. Хаттанып көзін ашып оқысын деп әуелі Түркістанның төрін бердім. Ілде байлап оқуың біткен кезде, есігін қақпасын деп көрінгеннің. Бір баланы жұмысқа алыңыз деп бастығыңның құлағын кеміргенмін. Вакансия жоқ дегесін тәуекел деп, өзім кетіп қызметтен орын бердім. Ей, 2 қолға бір күрек ұстатқам жоқ, білдей бір мекеменің мөрін бердім. Пол жуатын жұмысқа миллион керек, мен саған соның бәрін тегін бердім. Ер жетіп үйленемін дегеніңде айтшы қане, сапардан шегінген кім. Жүкеңді бас құдағып ит өлген жер, Моңғолияның шекара шебін көрдім. Аспан қали үшеуміз бет ашпап бек, ортасына апарып келінделдің. Өз қолың өз аузыңа жеткеннен соң, сорайып айтыстағы сорым болдың. Жанына торсық байлатпас деген расау, жаманатқа жалбытып семірген күн ай. Егеске түссең ердейін, қамшымды менде сермейін. Ей, қайдағыны еске түсірдің десем де бір сыр бермейін. Моңғолияның төрінде, Сақсай дейтін жерінде, тойыңнан сенің қайтарда деп еді жүкең сөйлейін. Сондағы сөзі жүкеңнің, қош бол баян өлгөйе менді қайтып келмейін. Шұғайыбыңды да көрмейін, сезім қаныңды да көрмейін деген сөзін жүкеңнің түсініп қалдым мен кейін. Көрмесе көрмейтінді яқ көп екен сенің көйгөйің. Тектінің ұлы деп жүрсем, теке боп қаптау деңгейі.
сен қыран бола бер батыр аға, мен қарға болайын мақұл аға. Одақтан орныммен мөр бердім деп береген бола қалдың сахнада. Ақшасы бар кезінде ол одақта пайдаға жүредің ғой батып аға. Ақшасы жоқ болған соң тайып тұрдың мына қу тегін жерде отырама. Көк түйін жоқ одаққа өзім барып жүкеңмен араластым жақын ара. Өзім зам, өзім қатшы, өзім шопыр, және де өзім болдым ақырана. Қызмет қылып жүрмін жалғызсырап қалмасын деп жүкеңдей ақынаға. Бұдан кейін бердім деп орнымды мақтанып сахнада чатынама. Орныңда ештеңе қалмапты ғой, сен жүрген жер шөп шықпас тақыраға. Ей, одақта мөрден басқа ештеңе жоқ, орнын берді деген аты ғана. Ей, қызыл тіл тас жармаса бас жарады. Түйілді ерекеңнің қасқабағы, төгілді ерекеңнің дастан әні. Шаруаңды бітіреге кеп тұрмын деп шошытқандай болдың ау жас баланы. Ұста үшін келдім деп бастап алып соңында бітірем дейді баспананы. Не үшін келгендігі анық болды, ерекеңнің шешілді маскалары. Қайда барса аузына әңгіме қып ерекең үйін айтеу тастамады. Ерке бұлан Қайназардың үй салуы салудан қиын болды Астананы. Айтыстың түсіп соқпақ сүреңіне, қосылдым ақындардың легіне. Ақындар Наурызды жырғып жатыр ерсап мініп өлеңнің күреңіне. Қазақтың Наурызын алып келген осы жұрт өз ағаңды біледі ме? Кеңестік кер заманда Наурызым, кеңестік кер заманда Наурызды тоқтатып құм құймап бет жігеріңе. Араға 60 жыл салып Алматыда қарамай сұмбиліктің шідеріне. Өзбек әлі бас болып Наурызды қайтадан алып келді ұл еліме. Содан бері біз тойлап келатырмыз жыл сайын көктемдерде күле-күле. Осы үшін қарыздармыз Өзбек әлідей отырардың ағайын түлегіне. Оңтүстік мінесіндай ұлтол қатат елімнің айналатын тірегіне. Ей, аяулы аналары анда-санда жерік боп жолбарыстың жүрегіне. Ей, өз ағам қазақ үшін құрметті ғой, жүрегім алашпенен бір депті ғой. Биыл 90 жылдығы атамыздың біреу білсе біреулер білмепті ғой. Тайқазанды қайтарып Түркістанға күллі түркі жұртына үлгетті ғой. Қазағымның жаңғыртып бар дәстүрін жалғанда бекер өмір сүрмепті ғой. Мерейтойы ескерусіз қалмас екен, дүркіретіп тойлайтын күн жетті ғой. Ей, қазақтықты тірілткен өз ағамды қазағым тірілтуге міндетті ғой. Ей, шараған тараған шартарапқа түрлі атағы, ерекең қасымызда тіл қатады. Оралман боп келдің деп кемсітесің, жарамды тырнай берші тырнатағы. Сорым болдым деп маған еңірейсің, көзіңнің жасын кімге құрғатады. Мен саған Түркістаннан төр бердім деп буырқанып болдың ау буратағы. Сен ол кезде жүрмекпен Астанада әй мына өтірікті зулатады. Төртүгіл қош келдің деп туған жерге иығыма жаппабең бір матаны. Жұмысқа алған жүкің сен айтпай-ақ, ақылман ағамыз ғой шын баталы. Тойыма кеп тойғанды міндетсінет, осы менің жаныма шын батады.
Ey мынаған ырық берсең Тоқайыпты президент қылған мен деп чулатады. Ей қораз дені бермеші айналайын, қоразсызда таң атып күн батады. Әләлім айналайын ей ағайын, ерекең бізді алалайды, озғанымды қаламайды. Ей төкпелетіп ей жатқанда, қиқу беріп ей мынау ел, қол соғуға неге ей жарамайды. Ей ананы да бердім деп, мынаны да бердім дейді. Берген адам еш уақытта бергендерін ей санамайды. Ей сен одан да ереке, қазаққа берген көп нәрсе еқеу, мына адамдарды маған айт. Ей Ұлытау жақта ей нәр алған, талайдың бағын ей жағалған, айтысы үшін алаштың, шайтанның тілін ей табалған, шашты гүл көзі ей ағарған, қанын берген айтысқа еқеу, жүрсін ермандай даранайд. Ей мақтанышы болған ей халықтың, қорғаны болған ей бар ұлттың, 70-ке келген жақында, бағыт сілтеген көп ақынға, қыз ғұмырының айтысқа еқеу, бәрін берген төрдегі еқеу, әсел қандай ананайд. Ей алғаш ашқан ей көзіңді, жазып беріп бар сөзіңді, тәлім берген сендерге, жалын берген сендерге, сәбит деген аған айт. Ей қайдан айсын ей бұл қазір, сәбеңді ұстаз ей санамайд. Айтыс сайын көпіріп, мырзатай маған ұстаз деп еқеу, чекпенділерді жағалайд. Ей сәл көз тастап ей алысқа, басын берген ей қазаққа, нәзір сұлтан бектердей, бұл жақта туған ей бабан айт. Ол аз десең ереке, Қытайға берген ей далан айт. Орысқа берген ей қалан айт. Ақышқа берген ей балан айт. Бермегенді бердім деп, көрмегенді көрдім деп, еш уақытта ер жігіт еқеу бергендерін санамайды. Айналайын ай ереке, бұл жігітікке жарамайды. Айдайы, 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 айдайы. Шұғайып қызыл тілді көсіп алды, өзінің мәселесін шешіп алды. Ей анан айт, мынан айт деп айқайлайсың, бәрін өзің айттың ғой, несі қалды? Кім мұны бүгін маған еткен сыңар? Бұл бала енді осы күнін көп көрсін ал. Әрі зам, әрі хатшы, әрі ақрана, содан боларда осы өктем шығар. Бір өзі үш жұмыста істеп жүрсе, мынауың заңсыздық қой, шектен шығар. Мұныңды аудит білсе аямайды, бір күні екі аяғын көктен шығар. Одақта мөрден басқа түк жоқ дейді, хатшыңның кенезесі кепкен шығар. Мен бар кезде шылқыған бай едіңдер, бір завал жетсе сенен жеткен шығар. Охраннигі айтысып отырғанда, одақты біреу тонап кеткен шығар. Шұғайып неге сонша ойбай салдың? Төкпеге қайта-қайта қоймай салдың. Бастық дегенге өзіңше боп, анан айт, мынан айт деп айғай салдың. Ермановтың еңбегін айтсаңшы деп, өзіңді құрбандыққа қойдай шалдың. Ей, шаш ағарды дегенді естіп едік, көз ағарды дегенді қайдан шығардың? Ол да сенің кесірің шығар бәлкім, қай жерде айтыс болсам майдан салдың.
Ол сені қарауыл қып алаңсыз жүр, сен болсаң бәрін тастап сайран салдың. Қазынасынан бір күнде айрылғасын, көз ағармай қайтады қайран шалдың. Айқайлап бұйрық беріп бәрімізге ай, не деген тас жүреген қанымыздай. Жет қыз ғұмырын айтысқа арнап берсе, Әселхан апам біздің бағымыздай. Ол кісіні сен олай төмендетпе, кіргізіп отқан жоқ па сәніміздай. 70 түгіл келсе де 71-ге, айтыста отырады қаны қызбай. Қасында есен құлы жоқ демесең, апамыздың жүрегі әлі қыздай. Қадырың болып шықса өте жаман, амал жоқ ренжімеңіз көке маған. Жан ашитын болмаса біреу-міреу жоқты ысқырып іздейді-ау бөтен адам. Негізі кадр таңдап алған кезде Шымкентте жасау керек жете қадам. Шымкентте бұрындары шенді болса, таныс тамыр жәкемен, көкемен жәке болған. Жаңалықтан естушек жемқорлықты, не жеген, не жымқырған, не тонаған. Ал қазір жас кадрлар келгеннен соң шымғалам жасап жатыр жеке қадам. Шыңғыстар шындап іске кіріскендей, шындықты үйреткендей шетел оған. Түркістан сарайында бір бос күн жоқ, шабылып ақ жүр екен Сәкен ағам. Миллиардтың арасынан елдеп келген Майрапай таныс еді өте маған. Домалақ анамызды тірілткендей театрда жасаптау төте қадам. Мұхаммед қыз апама мың рахмет, ер көтермес батпанды көтер аған. Ақша емес алаш үшін еңбек етер уызына жарған жетел адам. Әйтпесе басқа оңтүстікті озат деп кім ойлаған операдан Еселеп асап еттен асқан, шендіні талай көрдік шетке қашқан. Басшының бәрі бірақ жемқор емес, ерлер бар еккен талы көкке ұласқан. Сәбитті неге ұстазым демейін мен, ауылдан бала жинап кетпен асқан. Құлагерді қолынан танығандай, әр баланың дарынын ептеп ашқан. Сол мектепте бір-ақ жыл оқысам да, шамамша айтып жүрмін көпке дастан. Қали Нұрлыбек, Нұрландар ақын болды, шындықты шырқыратып бетке басқан. Қожаның солқылдаған көк шыбығы, Қажымұқанды қажетті Меккеге асқан. 2000 жылдары қиын жағдай, бюджеттің бүйірі шықпай кеткен аштан. Сол кездегі ерлігін ұстаздың ерлігіне куәгер қара жермен көкбел асқан. Бар мектептер жабылып жатқан кезде, жоқ ғимарат ішінен мектеп ашқан. Біз содан түлеп ұшқан қабыламбыз, қайын жұртты таубек арыдан біз. Ей, жан қысылса жездесін аға дейтін, осындай балдыздарға жарығанбыз. Айтпақшы басын ашып алу керек. Балдызға демеңіздер нәғыған қыз. Біз жақта қыз балаға балдыз дейді, бұларда ұлма қызба бәрі балдыз. Осы сөзді естігісі кеп отырау, сақылдап қоймады ғой сары балдыз. Жұрттардың балдыздары іреңділеу,
Біздікі қысылғанда күрең біреу, қазір өзі қорқатын заман болды, сән қылған азғындықты тренді деу. Жыныс ауыстырған, тегін ота жасауға құмар болған, мүмкін бет Соймырзаға ренжімеу. Ай шұғайып айналайын абайлашы, қызмын қысылса қыз мінезді ұлың жүдеу. Балдыз дегенге қыз екен деп, басыңа сала салып жүген біреу, қысқа шашты құдаша кек қапты деп, қағып кетіп жүрмесін біреу ай. О, мысықтай мұз үстінде сырғанаған ереке бетімізді тырналаған. Бір еркек сені алып кешпе кетпесін деп киелі оңтүстікті қылма жаман. Себебі қасиетті оңтүстікті шетелдің гейпейлері уламаған. Еркек үйленетін тексіздер шықпайды ғой бұл қаладан ай. О, шүйірі бермесеңші мұрынаға, мұрыныңа жетпей ме тұнығауа. Тонаттың деп жабасың маған жала, барған жан болсаң дағы ұмыраға. Тонау жайлы айтайын мен бір әзіл, алтыңда мойныңды бұрып аға. Бірде түнде Қожа Насыр ұйықтап жатса, үйіне ұр кепті құрғалы. Сыбдырдан көзін ашып сонда Қожекең, ей түнден ағып жүрсің жүзі қара. Десе ұры үйіңді тонаймыз деп Қожекеңе айтыпты шынын аға. Сонда Қожа саспастан былай депті, ұрымен келген жандай ымыраға. Мен күндіз табалмаған қазынаны түнде тапсаң ала бел ұрып ала. Дейді дағы алаңсыз ұйықтай берет, Қожаған басын беріп құбылаға. Одақта деп жүргем жоқ бай болайын, сонда да демеп едім бәйг алайын. Өкіметтен бір теңге төленбейді, қойшы құрсын сұранып сайрамайын. Барлық шығын жүкеңнің мойнында, ол жерде тұрған жоқ қой пайдадайын. Қожа Насыр айтқандай ауереке тонайтын бізде байлық қайдағайын. Біз таппаған қазынаны ол одақтан ұрғайдан табады айналайын ай. О, бәленің бәрі келіп қиырдағы қазаққа болып алды үйір бәрі. Көрінбейтін бұл індет келген кезде халықтың жағдайы қиындады. Қымбатшылық өкпеден қоса қысып, әбіржіп бара жатыр бейіл бәрі. Ел қиналып жатқанда дәрі таппай биліктің ойыны бір тыйылмады. Сойдей тұғын тасбауыр министр келді, болжауымша тас мүсін сыйынғаны. Жынысыңды мен тегін ауыстырам деп елді мазақ қылуы жиылмады. Денсаулық саласына есі дүзу дені сау бір министр бұйырмады. Вирустан да қауіпті министрдің, вирустарды жоймасақ миындағы ай. О, айналайын ерекем, тонау жайлайтсаң сен маған сыздайды менің жан жарам. Себебі аңқау қазақты, тонады талай оңбаған. Жерімді де тонады, сатылып кеттім маңдалам. Кенімді де тонады, келімсектер келіп жалмаған. Ей мұнайымды да тонады, күлімдеп келген жау жаман. Тілімді де тонады, мәңгүрттер билеп сарнаған. Дінімді де тонады, бахабистер кеп қаулаған. Ей арымды да тонады, көгілдірлер келіп саунадан. Жанымды да тонады. Ей ковид деген бұл қандалаң, тонайды екен осылай, билесі елді жармаған. Тоналған мынау халықты тонаушылардан сақта деп тілеймін мәңге Алладан ай. Шұғайып басқа бәле сұрап тұр ғой, өлең қып анекдотты құрап тұр ғой.
Күлетін жерінді айтып қоймадың ба, айтқаның тек өзіңе ұнап тұр ғой. Күлеміз бе деп отқан көрерменді қайғылы ертегімен жылаттың ғой. Ей амалсыз күле салдым қайта менде, енді менің бетіме қайта келме. Мәделі майлы қожа туған жер бол, ақын болып танылған байтақ елге. Сәбит қожа алпысқа кеп жатқанда, шырағым биігіңе байқа бөрле. Шымкенттен аман сау қайтқың келсе, ойнама ұруменде тайпаменде. Қожалардың тойына келіп тұрып, Қожа Насыр туралы айта көрме ай. Тур өзің шығарғандай тебіреніп, айттың ау бір қалжыңды еміреніп. Бірден айтсам жүкеңе тығыласың, сол кісі беретіндей мені жеңіп. Баяғыда сендей бір жас бөлтіріп, арланның арт жағынан ері беріп. Азу әлі шықпаса да бір күні азу әлі, өзім бір көрсем депті бөрі болып. Өзім тауып жейін деп азығымды, шауыпты бір қораға келіп еніп. Тайға шапса алқымға бойы жетпей, ойлағаны тұрыпты кері келіп. Қойға шапса тіс өтпей терісіне, әуре бопты әрі де бері көріп. Әр қайсына бір шауып, аласұрып, ең соңында шаршапты өліп-өліп. Соңында аштан өліп қалмайын деп, кетіпті бір сиырды еміп-еміп. Әлім білмей әлек болған сол бөлтірік, есіме түсіп кетті-ау сені көріп ай. Сахнада көрсетсе де қырық қылық, қалмасын көңілдерде күдік туып. Апқашпасын дегенге ренжіме, Құдай сені жаратқан жігіт қылып. Сонша несіге шошисың бұл қаладан, азғындар шықпайтынын біліп тұрып. Мен саған осы сөзді әдей айттым, мәселе көтерсін деп тіліп-тіліп. Айтпасақ заман жайлы, қоғам жайлы, шер болып көкірекке толар қайғы. 30 жыл азат болған Қазақстан, өз тізгінін қол көзі неге алмайды? Иттен ұяқ қазаннан қақпақ кетсе, қазынаң енді қалай тоналмайды? Ей, қой үстіне боз торғай жұмырт қалап, билікке ұры қары оралмайды деп мәшһүр Жүсіп атам айтыпты деп, аңқау ел өзін өзі көп алдайды. Ей, салиқал ел болу үшін саулық керек, онысыз болашағың оңалмайды. Министрді айтты ғой жұрттың бәрі, ол неге азғындықпен көп арбайды? Науқасқа ақша таппай, науқасы дендеп кеткен сәбилерге сол министр бір тиын бөле алмайды. Қаншама нәресте жүр қайыр сұрап, отасыз көріп жатыр олар қайғы. Ковидтен ел қырылып жатқанда да, ақша жоқ деп аппарат оны алмайды. Халықтың денсаулығы төмендесе, дәрі дәрмек бағасы жоғарылайды. Есесіне есірген ессіздерді өкімет қамқорлығын көп арнайды. Жыныс ауыстырғанға ота жасап, ақысына бір тиын сомалмайды. Бұл не деген масқара, бұл не сұмдық мемлекет, неге бұны доғармайды? Мәңгүрт ел боп кетпесе Қазақстан, мұнымен мәңгілік ел бола алмайды. Сой үстінен қылмыстық іс қозғалмай, қой үстіне боз торғай қона алмайды. Жер тарбыса тұлпарда тұяқ болды, көкке шықса сұңқарда қияқ болды. Мәшһүр Жүсіп атамыз әулиеді, айтқан сөзі айдай боп жияқ келді. Орындалмай жатса егер осы жолы,
Барлық кіне біздерде сияқты енді, заманды сіз боп, біз боп түзетпесек, қойдан да торғайдан да ұят болды абай. Сыбырлап отырса да сайтаныңыз, айбалдыз енді сөзді тойтарыңыз. Жүкеңде микрофонын алып отыр, әлі де көп болса да айтарымыз. Ағайын осыменен біз сұрайық, бұйыртса кездесерміз қайта әлі біз. Сәбит аға алпысын құтты болсын, шәкіртпен өсіп өніп жайқалыңыз. 100-ден аса беріңіз жүкесізде, 70-ке дейін біраз шайқадыңыз. Бір емес 3 қызмет атқаратын мықты екен Шұғайыптай сойқаныңыз. Одақтан мөрден басқа түк қалмапты, балаңның пысықтығын байқадыңыз. Мөріңнен де айрылып қалып жүрме, қарауылды ертерек қайтарыңыз. Ереке талай жерде жарып жүрміз, талантты тай кезінен танып жүрміз. Одақтың шаруасына уайымдама, айтысып талай жерге барып жүрміз. Ұралып кетпесін деп мөрімізді бұл күндері қалтаға салып жүрміз. Сіз сияқты бос белбеу ақындардың шаруасын шешпесек нағып жүрміз. Айтысқа жарамсыз деп маңдайыңа басайық деп әтейі алып жүрміз. Жездеммен келген жоқпын дауласарға, аман бол бұдан басқа барма шаруа. Үйіңе қайтқан кезде алдыңыздан апамдай күтіп алады жарғашанда. Со кезде бауырың маған қатты айтты деп ренжіп апамызды дауға салма. Ерекеңдей жездемен қалжыңдасып айтатын дайын тұрады ән қашанда. Қайдан қыз алғандығын ұмытпасын деп үстіп сілкіп тұрамыз анда-санда. Наурызге оңтүстікте той көбейді, тойыңда өлең айтар ой көбейді. Одақта өзі жалғыз печат еді, қалтама салдым дейме ой не дейді. Басылатын жерін ол тапқан екен, шығарам деп болмаңыз бой-бой енді. Шұғайып осымен қоймаймыз ба, айтылмай-ақ қойсын да көй-көй енді. Уақытта біраз жерге келіп қапты, қожаңыз неге сізге қой демейді. Сондықтан осыменен аяқтайық, айтылмай тұра тұрсын көй-көй енді. Сен түгілі үйдегі әйел заты, әпшеңде менен кейін сөйлемейді. Рахмет ақындар.